Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай тез дайындалатын және өте дәмді, өте жұмсақ сметанниктің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бірінші біз қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге ұн және май қажет. Майдың температурасы маңызды емес, бірақ та ерітілген сары май болмауы қажет. Сары май мен ұнды жақсылап тұрып араластырамыз. Миксермен араластыруға да болады. Бізде осындай крошки шығуы қажет. Енді 4 ас қасық қант саламыз. Бір жарым шай қасық қопсытқыш. Барлығын жақсылап араластырып, бір жұмыртқа салып қамыр илейміз. Егер қамырымыз әлі де қолға жабысып тұрса, аздап ұн салуға болады. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді қамырды өзімізге керек диаметрде жайып аламыз. Мен 24 диаметрлік форманы қолдандым. Пирогымыз формаға жабысып қалмау үшін осындай сұйық маймен майлаймыз. Оның орнына маргарин қолданса да болады. Жайған қамырымызды формаға жақсылап орналастырамыз. Пирогымыз тегіс, әдемі болып шығу үшін жан-жағын бірдей қылып тегістейміз. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Бізге 400 грамм қаймақ керек. Мен 20% қаймақты қолдандым. 20%-дан төмен болмауы қажет. Қаймағымызға қант, ванилин саламыз. Ванилин міндетті емес. Ары қарай 2 жұмыртқамызды салып, венчикпен немесе басқа да заттармен сұйық масса болғанша жақсылап араластырамыз. Сұйық массамызға 1,5 немесе 2 ас қасық ұн саламыз. Бұл міндетті, себебі пирогымыздың ортасы піспей қалуы мүмкін. Дайын болған сұйық массамызды қамырға құямыз. Пирогты 160 градуста 35-40 минут пісіреміз. Піскен пирогымызды бөлме температурасында 10-15 минут суытып барып формада босатамыз. Пирогты бірден осылай жеуге де болады, бірақ та мен тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямын. Мен әдемілік үшін шоколадпен бетіне өрнектер салдым. Бұл міндетті емес, себебі пирогтың өзі де өте әдемі. Пирог сондай керемет болып шықты, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.